Сәлем достар, біз сіздерге қазір қалай товарымызды возврат жасау керектігін көрсететін боламыз. Алдымен мына жерде Seller Wildberries'те товары деген жер болады. Товарыдан проверка товараға кіріп, өзімізге жақын жердегі PVZ-ны таңдап аламыз. Не жерде қате болып тұрса, сіздерде изменить PVZ деп өзіңізге жақын жердегі PVZ-ны таңдаңыз. Одан соң екінші поставки деп возврат товаров деген бар. Сол жерде активация жасаңыздар. Активация жасалмаса, ол возврат жасалмайды деген сөз. Активация жасаймыз. Одан кейін аналитикадағы отчетыға кіріп, бізде қай товар складта тұр, 11-ші окноға кіреміз де, 50 етіп қоя салайын. Қай товарымыз бізде возвратта тұр складта, соны көреміз. Менде, например, Sonifer блинница тұр, е. Мен бір ғана блинница сатқам, сол енді отказы болған екен, складта тұр. Бұл егер сатылмай кетсе, мен отказ жасап алуыма болады. Ол үшін бұл товарды жіберген кезде архивқа түседі, дұрыс па? Сол архивқа кіреміз де, міне, менде Sonifer блинница. Осының үстінен басамыз. Мына жерде Seller Wildberries'ке қандай номермен тіркеліңіз, сол клиентский сайтқа да сондай номермен тіркелуіңіз керек. Например, вот мына номермен мен Seller'ға кірсем, клиентский сайтқа да осы номермен кіруім міндетті. Одан кейін осы товарым менің шықты, сайт оны продажада өз сатып жатыр қазір. Енді купить сейчас деп басамыз. Купить сейчас деп басқаннан кейін мына жақта выбрать способ оплаты деген болады. Осы жерде возврат товара деген жасалады, кнопка бар. Соны басасыздар, выбрать дейсіздер, болды. Күтесіздер ары қарай. Возврат товара жасау деген осы. Так, вот не. Если вот менде екі не болып кетті, клиентский сайтта Байқоңыр, маған Байқоңыр керек емес, маған город Шымкент, например, өзгерткіміз келеді. Город Шымкент, Байтұрсынова 81 керек. Ол кезде мына жерден бірінші пункт выдачиді өзгертіп аламыз. Мына жерден пункт выдачиді Шымкентке өзгертіп, одан кейін возврат жасап алсаңыздар болады.